Қайырлы күн, құрметті YouTube көрермендер. Бүгін жастар білсін арнасында кезекті шығарылым. Бүгін бізде қонақта актер, КВНщик Олжас Опанғалиев. Ассалаумағалейкум. Қош келдің. Шақырымдарыңызға қош көрдік. Қош келдің. Бұл біз халықты ұстау оңай болған жоқ. Неге қарапайымбыз ғой, шақырсаңыз любой уақытта. Негізі бірақ шынымен Олжас өте қарапайым екен. Бірден осындай Олжас біз подкаст түсірейік деп шақырғанда бірден келісті. Өте қарапайым халық екен. Жастарды енді қолдауға дайынбыз әрқашандай. Болды. Қош келдің. Қош көрдік. Не жаңалық, немен айналысып жатсың, не істеп жатсың қазіргі таңда? Тыныштық сол, қазіргі таңда сол КВН, Жайдарман. Биыл сол жоғары лигада және КВН орысша лигада ойнап бастадық біз. Так, онда былай жасайық. Бірінші Жайдарман туралы айтайық. Жайдарман туралы. Маусымашарға бардыңдар, қандай команда болды, выступать еттіңдер? Маусымашарға бардық, команда бар. То есть біз алдыңғы 2 жыл бойы жоғары лигада Алмалы деген командамен ойнадық. Алмалыда ол сборный болды ол жерде. Созақбай мен Атөзәке деген 2 команданың қосындысы болды ол жерде. Алмалы 2 жыл ойнап, енді нәтиже шыққан жоқ сағатты. Групповой этаптан ұшып кетіп жүрді. Содан кейін қайттан 2-ге бөлінді. Алмалы болып қалды, одан кейін Созақбай бұрынғы. Өздері отдельно шығып ойнайтын болды. Сонымен 2 команда шақырып, әрі бізге кел деп екеуімен де жақсы араласқасын. Екі жаққа ойнай бермедің ба? Болмайды екен. Болмайды екен. Сонымен Астанада мен съемкаларым болды, сол маусымашар кезінде. Мен ойына алмадым, қатыса алмадым маусымашарға. Бірақ алда Алмалымен ойнайым деген ой бар сезонда. Фестивальде ойнамадың, иә? Фестивальде болған жоқ. Бірақ 2 команда тұр дейсің ғой. 2 команда тұр, екеуі де жоғары лигада. Екеуі де жоғары лигада, екеуі де өтті, иә? Кеше 1-4-ке. Жақсы, ал неде өткен халықаралық КВН? Халықаралық Ресейдегі, иә. Ресейдегі. Ол қателеспесем Кентау құрамасы болып ойнадыңдар ма? Мен сөйтіп жазылды ғой. Кентау миллиард Кентау деп. Иә, миллиард, команданың аты миллиард, иә. Семейдегі қыздар емес командасына Олжас деген досым бар. Екеуміз де КВНді қатты жақсы көреміз енді. Араласамыз, сөйлескенде де КВН туралы, жолыққанда да КВНді талқылаймыз, ана команда. Сонымен 2025 жылы аяғы... Сен кәдімгі андай бұрын жылды айтып жатсы, бір жыл орын екен ғой, 2025 жыл. 12, 2013 деп айтайын деп отырмын. Бір жыл ғана жылта салған. Жоқ, сол 24 пе 24 жыл. Үйде жатырмын мен. Түнде звондайды 4-те. Кеттік КВНнің финалын көріп қайтайық дейді. Ресейге барып, Москваға. Еш жерде еш нәрсе, просто түнгі 3-те звондап тұр. Мен түсінбеймін, давай барайық та қашан екен ол деймін өшім. Мен ойымда бір 10-15 күннен кейін, бармаймын 15 күннен деп айта салам деген ой тұр. Сонымен давай барайық та қашан екен ол десем, ертең ғой дейді. Бір күн қалған. Уже түнгі 12-ден 7 болып тұр, 8 күні финал екен. Давай барайық деп ұйқымнан тұрып, сонымен ақша іздедім, сонымен барайық мен Москваға барады. Иә, көңіліне қарап тұрмын, мысалы өзім жағдайым емес адамның көңіліне жалғыз қалдырып тастамайын деп. Сонымен ақша да табыла кетіп аяқ астынан, сонымен барып қайттық финалды көруге. Высший лиганы. Былтырғы 24-тің ба, 24-25 кімдер не годен чемпион болатында ма? Жоқ, Юрикен. Оның алдыңғы жылы екен. 24 қашанда, Юрикен 25-те болды. Сонымен финалды көріп, ана жақта ойнасақ бөлі деген не кетті, атмосферасын сезініп. Сонымен барайық деп 25 бара алмадық, оған үлгермедік уже. Қайтсек те 26-ның несіне барайық, командаға құрып деп. Сонымен спонсор да табылып, барып қайттық. Кентау деген ол біз тіркеуді білмедік, қалай тіркеу керек, қалай почтасын түсінбедік Ресейдің. Бізге осы Кентаулық политехтің командасында Ардақ Бекенов көмектесті. Содан кейін Кентау қойды. Сол өзінің қаласын шығару үшін Кентау деп жаза салды. Сол тіркеп берді ғой, иә. Бәсе түсінбедім. Мен ойлап тұрмын, Кентаудың спонсор сол жақтан табылған шығар. Спонсор негізі Алматы қаласынан болды. Сол жақтан мүмкін сөйтіп жазған шығар. Қалай болды жалпы ойын ол жақтағы? Неше күн, 10 күн болдыңдар ма? Так, 10 күн болдық, иә. Жалпы Қазақстаннан неше команда бар ол жақта? Қазақстаннан біз білмейтін командалар да бар екен.
Қазақстанда ойнамайды, тек сол жақта ойнайтын. Орысша ойнайтын, Орысша ойнайды. Қарағандыдан команда болды, Павлодардан болды. Сонымен Екипешуй бар, Жыланы бар, біз бар. 5 команда болды Қазақстаннан. Оның екеуін танымаймыз екенбіз біз. Қарағандыдан, Павлодардан. Олар жылда барады екен сөйтсе Сочиға. Жылда барады, ойнайды, өнер көрсетеді, бір лиганы алады, Ойнайды сол жақта. бітіреді. Келесі жыл тағы барады. Региональный лигаларда ойнайды. Қай лигаға жолдама алдыңдар? Первый лига. Бірінші лига. 610 команда тіркелді фестивальге. Сонымен бірінші күнінде ашып бердік фестивальді, 4-ші болып шығып. 610 команда. Неден қарап отырмын сол телеграмнан. 4-ші болып шығып. Бірінші ойындарыңды барлығы мақтады әйтеуір. Күшті, жақсы. Екінші турға өттіңдер. Екінші турға өттік. Екінші тур енді сәл бай, бірақ өте жақсы болды. Четко ойнап шықтық. Сол стиль қыздар емес стиль, тура. Ас. Ол жақта енді. Ол енді бірінші лига деген жоғарғы лига, премьер лига, сосын бірінші лига емес пе? Бірінші лига, Ну, не бойынша үшінші сатыда, одан кейін арғы уже региональный лигалар кетеді. Бірінші жыл барып тұрып, бірден первый лига алып кетудің өзі сол көрсеткіш екен. Үлкен жетістік. Премьер лига алып кетсеңдер, бұл кезде келмейтін едің, бұл жерге. Ойланатын еді бұл кезде. Бос емеспін де. Жақсы, жалпы енді алдағы уақытта осы КВН-нен, то есть Жайдарманда КВН-де жоғарғы лигада өнер көрсету ма? Мақсатым сол, иә. Халықаралық КВН-де. Высший лигаға дейін бару. Биыл бірінші лигада чемпион болу. Бірінші лиганың чемпионы бірден автоматты премьер лига жолдамалады. Или неге кете ма? Сочида қарайды оның бәрібірде. Бірден жоғарғы лига алып кету мүмкіндік бар, ә? Бар, иә. Жақсы, просто ана кімдерді жыланы осы 2 жыл болды ғой, әлі сол премьер лигада жүріп жатқан. Олар финалға да шыққан жоқ қой әлі. Білем, жетпеді ғой, бірақ. Қиын енді ол жақта әңгімесі көп. Бізде де неде ойнадық қой. Бас лигада ойын болды осы кезде. Нұрлан отырып, давай ойнай қойсаққа деп біз тіркей салады ғой, жаңағы Близнецы дракона. Сөйтіп айтады, тіркеп қойдым дейді Близнецы дракона. Давай ойнаймыз деді. Давай деп келді. Дым ешқандай жаңағыдай ощущение ештеңе болған жоқ ше, бір орысша ойнаймыз деген. Бірінші күнгі редактурада келіп басын привет деп орысша бастады да, полный арада қазақша. Ұмытып қалдық та өйткені. Сөйтіп ойнап келіп, в общем, финалға бізді доборымен алады. И уже финалға өткеннен кейін уже анандай әңгімелер басталды. Жаңағы осы желание командасында балдардың барлығы енді достарымыз ғой, бірге араласамыз. Давай сендер не бармайсыңдар осындай командамен Сочиге. Негізі, иә. Жоқ қой бұндай не мүмкіндік қой, күшті ғой андай. Бірден нелі алып кетуге болады, күшті лиганы алып кетуге болады деген сияқты. Бары командаларда егіздер дейді, бірақ полный командамен егіз команда ондай жоқ. Ондай жоқ, иә, сондайға қатты қарайды. Классикалық КВН ғой бұл жақта основном. Иә, сонымен біз қатты не қылдық та, сонымен ойбай онда жаңағыдай мүмкіндік болса баруымыз керек деп финалда жақсы дайындалып үйтіп. Ең қызығы былай болады, бірінші орын Балқаш алды, екінші орын 2 команда болды, кімдермен, Казгу мен Жыланы. Үшінші орын біз болдық, то есть Близнецы дракона. Негізі біз 4-ші орын отырдық, 5-ші орын Бикини Ботом деген команда болды. Орынға ілінбеген сол ғана. И біткеннен кейін финал неге банкет болып жатыр ғой. И кім Камаладин деген қазір көріп отырса, бұл көре ме, көрмей ме білмеймін. Қатты ренжігем сол кезде. Бейдейді ғой, сөз сөйлеп жатыр да, жаңа Камаладин сөз сөйлеп жатыр, айтады, осындай барлық команда жүлдегер атанды, тек бір команда жүлдегер болмады. Мен соған спонсор боламын дейді ғой, Сочиге. Ойлашы. Сол кезде қатты күйінгеніміз біздіңше, біз орынға таласпайтын едік қой ондай болғанда. Или не екі команда екінші орын болды, біз 4-ші орын болатын едік. Сол кезде айту кішкене мүмкіндік болады. Сіздер ғана атылып тұрсыздар ғой. Иә, айта алатын едік қой. Өйткені біздің де қатты барғымыз келді. Қыздар да дайын болды, бізде егіз қыздар бар ғой, 4 қыз бар, егіз қыздар. Қанша қаражат керек екен. Барып, қайтып, 10 күн болып, емін-еркін жүріп тұруға. Бізге 5 адамға командаға 4 миллион кетті. 4 миллион жетеді, бару, қайтуың, тамағың, аш қалмайсың, е? Иә, еще біз билетті былай Алматыдан Сочиға прямой алсақ болатын еді. Олай тұрды, бірақ біз Алматыдан Şimdi Ташкентке бардыңдар ғой. Ташкент арқылы ұштық Сочиға. Ол жақта билет 55 мың теңгеден шықты. Ташкенттен Сочиге ма? Сөйтіп біраз экономия жасап қалды. Бірақ енді қиындығы бар екен өз жолында. Иә, бірақ бізде ең қиыны бізде анандай тұғын. Бізде командада
енді сендер барлық командаларда мысалға бір адамнан ғой. Біздегі команданың қиыны 2 адамнан да. Бір үйден 2 адам кету керек. Иә, бір үйден 2 адам кететін ештеңе емес. Екеуі бір-бірімен қырылып қалса бәле екен да. Бізде қатты сөзге келіп қалатын, Әділхан мен Асылхан қатты сөзге келіп қала беретін тұғын. Әдім мен Әсен. Ойынның алдында бір күн 2 күн қалған екеуі парт-тапат қырылып қалады да. Әсен деген Асылхан үлкені ғой. Мен ойнамаймын дейді ғой. Қайтамын мен дейді. Ойлашы енді Әсен жоқ болса, Әдін де жоқ қой. Автоматически екіншісі де жоқ болып кетеді. Сосын бәріміз көндіреміз ана кімді Әсенді. Ойбай, Әсен көріп отырсаң, саған дұғай сәлем. Әсен айналайын, бір ашуыңды бер. Деп ана үлкендер болып сөйлесеміз, мен де бірінші шыққан мен ғой. Әсен де бірінші шыққан, соны жаймен шақырып алып айтамын. Ей, өзі екінші шыққанда өзі сондай болады деп. Успокоить деп. Жақсы, енді жалпы сериал Байгайс осы тақырыптарға оралайық. Халық деген нәрсе қайдан шықты? Қазір ол Байгайстан сериалы басталды. 3 жігіт кәдімгі не құрады? Мемлекет құрады. Өздерінің армандағы, өздерінің несі бойынша мен андай болса деген. Сонымен ел болғасын халқы керек болар деп мен түстім. Енді Байгайстың басынан бері келатқасын, ол мен қосылуым керек болды. Сол халық болып қосылдым ғой. Дұрыс қой, сол бізде анау пародия видеолардың барлығында сен жүрдің ғой андай. Мен таныстардың бәрі айтатын бәрі осы сен айтады. Мен осы бала ше деп айтады. Сол нәрсені айтады бәрі. Біздің өткенде жақында ауылға барып қайттым. Біз Қызылорда облысы Арал ауданында туып өскенбіз, Аралдың тумасымыз. Ауылға барып қайттық. Ауылда да біздің үй жақта достарымыз бар, қатарластарымыз бар. Бәрі сен айтады. Олжас танисыңдар ма? Олжас танисыңдар ма? Мә, Олжас ше деп. Қазір видеомен звондайшы сол Олжасқа. Мен болып басында енді былай сыртынан көмектесіп жүрдім. Енді ату құрамасының тапері болдым ғой мен. Карьерам солай басталған негізі, Шайдармандағы. Тапері болып жүріп, сонымен Мағжан жалғастырып сондай түсіріп бастады. Сондай сыртындағы нелерге көмектесіп жүрдім. Ұйымдастыру жағы. Ұйымдастыру. Сонымен түссеш сенде деп ұсынысымен жалғастым. Сонымен түсіп бастадым. Енді андай қатты актерлық шеберлігім жоқ еді мен шынымен. Иә, ол енді одан мынандай сұрақ туындайды да, жаңағы нәрселерді неге айтып жатырмын. Көп адам ненде комментарийлер нелерді ашсақ та, мен жан-жағымда жүрген адамдардың барлығы сені жамандайды, почему-то білмеймін. Өзің образ сондай ма, или дұрыс ойнай алмай ма, не істеп жүр, адамның нервісіне тиіп дейді. Жеке өзіңе сондай нәрселер айтылды ма? Қалай қабылдадың? Жалпы қазіргі таңда буллинг деген түсінік бар ғой. Ол жаңағы хейт дейді бір жағынан, әртүрлі комментарийлер жазу, намысыңа тию деген сияқты, бір кемшілік тұсыңды айту деген сияқты. Сондай нәрселер болды ма? Сен қалай қабылдадың ол нәрсені? Сенде болған шығар деп ойлаймын енді. Менде болды, басында түс бастағаннан кейін видеолардың комментарийлер оқисың ғой енді. Мынау бала не істеп жүр, андай адамның несіне көңіліне тиетін нелер жазып тастайды комментарийлер. Бірінші рет болып жатыр ғой менде ондай нәрселерді. Мен түсінбеймін, не үшін танымайтын. Мен істеп қойдым бұлар. Мені танымайтын, білмейтін адам неге мен туралы жазады деп ше. Уайымдап, сонымен былай көшеге шығуға ұялып қалдым даже. Көшеге шықсам, как будто бүкіл адам маған қарап тұрған сияқты, кім емес пе деп. Ыңғайсыз ұялам, былай ұялам. Сонымен балалар да былай қолдап, нормально негіз. Айтса айта бересің, өзіміз олардың еш нәрсесі кетіп отқан жоқ, ақша беріп отқан жоқ олар. Түсеміз, дамимыз, бірге өсеміз деп, сонымен қолдауының арқасында, бірақ деп түсіп, сонымен бай ашылып бастадым ғой кейіннен. Қайта сол ненің образы арқылы танылып кеттің ғой сен? Сол арқылы, барлығы сол. Тез жатталады, мысалы, ойната алады, мысалы, актерлардың бәрі жақсы ойната алады ғой. Ойната алмаса қалай болады екен дегенде сияқты ғой, мысалы. Дұрыс айтасың, әби. Сонымен комментарийлер тиктокта түсірсең, не істейді андай робот құсамай, ағаш, бір нәрсе жазып тастай береді үшін. Буллинг деген қатты не істедім мен. Жаңа рекламаның видеоларында да көп нәрсе сондай жазылмайды ма? Сондай жек көремін, сонымен түсіндім, Қазақстанның бір жерінде отырып, өзі еш нәрсемен айналыспайтын адам қолынан, мысалы, көре алмайды ма, или көре алмағандық деп айтты санаса бола ма бұны. Өздері еш нәрсе істемейді, бірақ солай жаза салады адам көңіліне тиетіндей ше. Ойына не келеді, соны жаза салады. Жердің бір жерінде мен де айтамын, бірақ өмірде
мақтап қолдаған адамдар көп болды ғой, жамандаған қарағанда. Иә. Өмірде бір адам келіп олай түртіп айтпады, сен андайсың деп. Енді қазіргі таңда Алматы енді үлкен мегаполис, енді көп қалалардан, елдерден, ауылдардан жастар келеді, осы жаққа оқуға түседі, бірінші курс болады. Жоғары сынып оқушылары бар, мысалы ауылдан осы қалада өсейік, үлкен қалада өмір сүрейік деп келіп жатады. Олар енді осындай қиындықтарға ұшырап жатады. Енді видеоға түспесе де, жаңағыдай мектепте болсын, бірінші курс оқып жүрген кезде болсын, жаңағыдай түрің қисық, бетің қисық деген сияқты, тиісу, буллинг жасау деген сияқты. Көп нелер, жастар қазір әлсіз ғой, енді шыны керек, андай қатты қабылдайды да өзіне. И сонымен жаңағы депрессия дейді, қазіргі стресс дейді, сондайға түсіп қатты жаңағы қайғырып кетуі мүмкін да. Сондай жастарға бізді көріп отырған қандай кеңес, не айтуға болады? Ешқандай осы сөздерді құлақтарыңызға аспай қойыңыздар. Бәрі жақсы. Ол әр адам өзі бір жеке тұлға ғой, ол бәрі солай Заказберг болса бәрі Брэд Питт болып кететін еді өмірде. Сол тыңдамаңыздар, тек бәрі жақсы болады. Буллинг болып жүрсе сіздерде ешқандай да уайымдамаңыздар. Жасап жатқан нәрсеңіз өзің үшін дұрыс деп санасаңыз, өзіңізге ұнаса, ары қарай айналыса беріңіздер. Бұл жерде енді көп адам болғаннан кейін көп пікірі болады. Ит үреді, керуен көшеді дейді ғой, мысалы. Ол айтылып, ол сөз, ол просто қалады артта. Главное, өз істеріңізбен айналыса беріңіздер. Бәрі жақсы болады. Жақсы, түсіндіңдер ма? Жазып алыңдар андай заметкеге. Жақсы, алда қандай жоспар? Алда жоспар осы бұйыртса КВМ мен сол первый лига несіне бару, финалына бару хотя бы, барып бір жүлделі орын алсақ, ютубта былай Байгайстан сериалын жалғастырып, үлкен киноға дейін апарғымыз келіп отыр. Кино шыққан жоқ па негізі? Ол Байгайстан емес қой, отдельно бір кино ретінде Байгайстан кино шықты. Бірақ осы именно сериал ютубтағы Байгайстанды кино қылып түсіргіміз келіп отыр. Қазіргі шығып жатқан сериалды кәдімгі кино қылып толықметражды. Әнұрандарың бар, Бар, елтаңбамыз бар, туымыз бар, бәрі. Жақсы. Рахмет, Олжас, енді осы жерден қорытындылайық. Келгенің рахмет. Алдағы жұмыстарыңа жалпы творчествалық табыстар тілейміз. Әрдайым биіктен көріне беріңдер. Біз қуанамыз, мақтанамыз. Сәттіліктер тілеймін. Рахмет, жобаларыңызда миллиондаған қаралым жинай берсін. Жастарымыз дамай берсін ең бастысы. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.